Сәлем құрметті оқырман, мен сіздерге бүгін 23 қызықты деректерді айтпақпын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ал мен бастайын. Ұлу 3 жыл бойы ұйықтауы мүмкін. Екінші, Аляска тауын 13 жастағы бала ойлап тапқан екен. Үшінші, ағылшын кітапханаларында Гиннес рекордтар кітабы көп ұрланады екен. Төртінші, 1979 жылы 18 ақпанда Сахара шөлінде қар жауған екен. Бесінші, Сиена мен Италияда Рия есімді қыздарға түнде көше кезіп жүруге мүлде болмайды екен. Алтыншы, Лас-Вегастың казиноларында мүлде сағат жоқ екен. Жетінші, кез келген қағазды екі жағы бірдей болатындай етіп 7 реттен артық бүктей алмайсыз екен. Сегізінші, American Airlines компаниясы бірінші класс жолаушыларының тамағынан бір ғана зәйтүнді алып $40,000 ақша үнемдеген екен. Тоғызыншы, Шопан күн жүйесіндегі сағат тіліне қарсы жүретін жалғыз планета. Оныншы, орташа есеппен жылына 100 адам қаламсапқа қалып қаза табады екен. 11-ші, анатомиялық тұрғыдан адам аузын еш уақытта шынтағына кізе алмайды екен. 12-ші, ақш тұрғындары жыл сайын 18 гектар пицца жейді екен. 13, 31-ші пунктте оқыған адамның көбісі шынтағына аузын тигізіп көрген екен. 14, адамның мұрны өмір бойы өсе береді екен. 15, орыс және ағылшын тілінде тізенің ішкі бөлігін атайтын сөз жоқ екен. 16, барлық адамның саусақ ізі бір-біріне еш уақытта ұқсамайды екен. 17, бір адамның бойында жер бетіндегі адам санына асып түсетін тірі ағзалар өмір сүреді екен. 18, бір шаш шкеле жүкті көтере алады екен. 19, егер казино рулеткасында жазылған барлық санды бір-біріне қосса, сиқырлы 666 саны шығады екен. 20, Coca-Cola компаниясына өнімін Қытайда сату үшін ұзақ уақыт бойы ат ойлап таба алмаған. Бұл қытайлықтардың кекукела деген сөзімен байланысты. Артынша осы атауды ойлап тапқанша 40,000 нұсқа қарастырылған. Coca-Cola сөзі ауыздағы бақыт деген мағынаны білдіреді екен. 21, Колумбия округы Вашингтондағы Симптоновский институтында бір-біріне ұқсайтын екі қар бүршігі сақталған екен. 22, 72 сағат бойы бір танауыңызды жауып атын болсаңыз, жарықты көру қабілетінен айырыласыз екен. Олай істеп көрмеңіз. 23, бұлттар оңтүстік батысқа қарай жылжи алмайды екен. Рахмет.